Сәлеметсіңдер ме, оқушылар? 8-ші сабақтың тақырыбы ата-анамды үлгі тұтамын. Өткен сабақтағы жаңа сөздерді еске түсіріңдер. Қатал, қолда, төсін, үйрет, өзімшіл, ескер. Айтылым тапсырмасы 4-ші тапсырма 15-ші бет. Мәтіндегі ақпараттың дұрыстығын тексер, түсіндір. Кешегі өткен мәтін бойынша ақпараттың дұрыс немесе дұрыс емес екендігін көрсету керексіңдер. Анел 6-шы сыныпта оқиды ма? Дұрыс болса дұрыс дейміз, дұрыс емес болса, дұрыс емес деп белгі қоямыз. Мәтін бойынша. Айтылым тапсырмасына байланысты дескриптор кестесі. Мәтіндегі ақпараттың дұрыс екендігін анықтайды, 1 балл. Мәтіндегі ақпараттың дұрыс емес екендігін анықтайды, 1 балл. Түсіндіреді, ойын жеткізеді, 3 балл. Жазылым тапсырмасы 8-ші тапсырма 15-ші бет. Сөздерден сөйлем құра. Дерексіз зат есімдерді тап. Бізге берілген сөздер: үлгі тұтамын, балажан, өзімшіл, жауапкершілік, қатал, талап, қолдайды, түсінеді. Үлгі: әкем мен анам балажан. Бұл жердегі дерексіз зат есім балажан. Жазылым тапсырмасына байланысты дескриптор кестесі. Сөздерден сөйлем құрайды, 1 балл. Дерексіз зат есімдерді табады, 2 балл. Сөздерді жазу барысында орфографиялық нормаларды сақтайды, 2 балл. Осымен сабақ аяқталды. Сау болыңдар, оқушылар.